Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғары медицина колледжінің кәсіптік қазақ тілі пәнінің оқытушысы Қонақбаева Айгүл Серікболқызы. Сабақтың тақырыбы қазақ тілінің жалғаулары. Лексикалық тақырыбымыз алғашқы мейірбике Флоренс Найтингейл. Жалғауларды қайталайтын болсақ, қазақ тілінде 4 түрлі жалғау бар. Олар септік жалғау, көптік жалғау, тәуелдік жалғау, жіктік жалғау. Тәуелдік жалғау жекеше көпше түрде 3 жақта түрленеді. Бірінші жақ ың, м, м жалғаулары, екінші жақ ың, ң жалғаулары, үшінші жақ ыңыз, іңіз, ңыз, ңіз. Үшінші жақта да жалғаулары. Көпше түрінде ымыз, еміз, мыз, міз. Екінші жақта ың, ң көптік жалғауынан кейін жалғанады. Екінші жақтың сыпайы түрінде ыңыз, іңіз, ңыз, ңіз. Үшінші жақта сақталады, бірақ көптік жалғауынан кейін қолданылады. Жіктік жалғауда жекеше көпше түрде 3 жақта түрленетінін білеміз. Жалғауларын көріп отырсыздар. Көптік жалғау лар, лер, дар, дер, тар, тер. Буын үндестігін сақтап жалғанады. Септік жалғау. Тілімізде 7 септік бар. Сұрақтары мен жалғауларын есімізге түсіреміз. Атау септік кім, не? Жалғауы жоқ. Ілік септік кімнің, ненің? Бар септік кімге, неге, қайда? Табыс септік кімді, нені? Жатыс септік кімде, неде, қайда? Шығыс септік кімнен, неден, қайдан? Көмектес септік кіммен, немен? Енді лексикалық тақырыбымызға көшсек. Жалғауларды қайталадық. Мәтінді тыңдап, мәтін бойынша жалғауларды анықтау тапсырмасын орындаймыз. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Алғашқы мейірбике Флоренс Найтингейл 1820 жылы 12 мамырда Вильям Эдвард Найтингейл мен Фрэнсис Смит атты ағылшын ақсүйектерінің отбасында дүниеге келген. Ата-анасы Италияның Флоренция қаласын аралап жүрген кезде туылған Флоренске ата-анасы сол қаланың атын қояды. Әкесі қыздарының білім алуына үнемі өзі бағыт-бағдар беріп отырған. Ол қыздарына грек, латын, француз, неміс, итальян тілдерін өзі үйреткен. 16 жасынан бастап Флоренс кітап оқуға қатты қызыға бастайды. Флоренс өте сезімтал, дінге жақын болып өседі. 1837 жылы ол госпитальда қызмет еткісі келеді. Бірақ ата-анасы қарсы болады. Сөйтсе де ол үнемі медициналық әдебиеттерді оқып, ауылдарды аралап, қарапайым емдеу жұмыстарын жүргізіп жүреді. 1851 жылы Флоренс Кайзерсвертте медициналық дайындық курсын бітіріп үйіне оралады. Бірақ 1853 жылы ақпанда шіркеу мейірбикесі курсынан өту үшін Парижге аттанады. 1853 жылы 12 тамызда науқастарды күту мекемесінде суперинтендант қызметіне орналасады. 1860 жылы Лондонда Томас ауруханасында мейірбике дайындаудың жаңа үлгідегі тұңғыш мектебін ұйымдастырады. Алайда 1901 жылы Флоренс көз жанарынан толықтай айырылады. Оның медицина саласына сіңірген еңбегі үшін 1907 жылы Эдвард VII Британияның ең жоғары наградасымен марапаттайды. 1910 жылы 13 тамызда Флоренс Найтингейл дүниеден өткен. Флоренстің өтініші бойынша ол Хэмпширде жерленеді. Ол дүниеден өткеннен кейін оған арнап мейірім шашушы, қазіргі заманғы мейірбикесінің негізін қалаушы, әлемдегі қоғамдық денсаулық сақтау саласына қосқан зор үлесін білдіріп, оның осы қызметін сипаттайтын шырағы бар әйел атты ескерткіш орнатылады. Ол әлемдегі мейірбикесінің дамуына үлкен ықпал тигізеді. Өз ойларын әскери медицина, ауруханалардың орналасу жағдайы,
Мейірбикенің ғылыми әдістерді дайындау саласында дамытып, жүзеге асырған. Флоренс Найтингейлдің «Күтім туралы жазбалар» атты кітабы жарық көреді. Ол 1860 жылы жарық көрген. Енді мәтін бойынша тапсырма. Мәтінде берілген сөздерді көптік жалғауы мен септік жалғауына қойыңдар. Мейіргер, ақсүйек, отбасы, дін, әдебиет, бағыт, ескерткіш. Екінші тапсырма. Мәтіннен көптік, септік, тәуелдік, жіктік жалғауында тұрған сөздерді теріп жазыңдар. Жалғау мен қосымшаларын анықтаңдар. Сабақ соңында мынадай 3 сұрақ арқылы сабағымызды аяқтасақ. Мен үшін бүгінгі сабақтағы 3 жаңа ақпаратты айтамыз. Екінші, мен бұрыннан білетін 2 ақпарат. Үшінші, маған қиындық келтірген бір тапсырма. Не болмаса, маған қиындық келтірген бір сұрақ. Осыған жауап бере отырып, сабағымызды қорытындылаймыз. Барлық тапсырмаларды дәптерлеріңізге мұқият жазыңыздар.